Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштамын. Көп болып қалды. Сіздерге үстіп бір ой бөлісіп, бір осылай сөйлей алмай жатырмын. Көп видеолар бар. Соларды да бөлісе алмай жатырмын. Уақытым болмай жатыр қарбаластықта. Ақырын бәрін бөлісетін боламын. Енді бүгін және де бала тәрбиесі жөнінде тағы да бір ойлармен бөліскеге келдім. Сіздерге пайдасы тиеді деген оймен. Кеше менің балам айтады, ұлым айтады да: мама, мен класста ондай жақсы оқымаймын дейді. Тырысып жүрмін дейді. Жақсы болып қалдым дейді. Бірақ күнде кешке жақын класста бір 10 баланы мұғалім атын шақырады да, мындай оқуына көмектесетін reading, үйрету, кітап оқу бар ғой, сол қабілетін жетіспеген балаларға көмектесетін сол бір 10 баланы күнде бір мұғалімға жіберіп отырады, атын атап дейді. Сонда соларды атаған кезде мен ойлап отырам, әйтеу at least дейді да, тым болмағанда дейді, шықылып осылардың ішінде менің атым жоқ қой, мен енді бұрыннан ағылшынша оқымасам да нағыз қазақша оқып бірінші класс, екінші класс сондай болсам да, әйтеу мен жақсы оқи алады екен ғой, осылар секілді көмек қажет емес екен маған деп сөйтіп ойлап отырам деп сөйтеді. Содан жарайсың балам деп соны өзім ойладым да, сол сөзінен кейін. Адам мысалы өзіндегі артықшылықты көп ойлау керек. Өйткені адам кемшілігімен дамымайды ғой, артықшылығымен дамиды. Енді ода кемшілік жоқ емес. Ода да кемшілік көп. Әрқандай адамда артықшылық, кемшілік болады ғой. Бірақ әзір мысалы менен біреу сенің балаңның кемшілігі қандай деп сұраса, мен ойыма түспейді. Өйткені мен оларды көрмеуге тырысам, тек қана артықшылығын көруге тырысам, артықшылығымен ылғи мақтаймын. Солда сол пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Сол үшін балаларыңызда мейлі қандай кемшілік сөзсіз бір артықшылық болады. Сол артықшылығын көп айтып мақтай берсеңіз, сол арқылы ол бала үлкен жетістікке жете алатын болады. Одан кейін осы балаларға кішкентай кезінен бастап, мысалы әзір AI дамыған заман, кейін мысалы балаларыңыз математикада қанша мықты болсын, тілде қанша мықты болсын, оның бәрін әзір осы мына жекешелен AI-лар атқарып жатыр ғой. Сол үшін біз баламыздың мына дұрыс ойлау қабілетін жақсы жетілдіріп беруіміз керек деп ойлаймын. Адамгершілігін, әрқашан балаларыңызға жақсылық жақты көп ойлауды көбірек насихаттаңыз. Қандай қиыншылықтарға жолықса да, алдыда бір жақсылықтың күтіп тұрғанын көп айтыңыз. Мәселен, менің балам кей кезде үйге көңілсіз болып келеді. Өзінің жақсы досы көңілін ауыртып қояды да. Маған айтады: мама, бірақ алаңдама, ол көп жақсылықтар істейді маған тағы да. Маған көп көмектескен, мен алғаш келгенде көп нәрсе білмей жатқанда маған айтып берген, жақсылық жағы да бар деп сөйтіп айтады. Сонда мен қуанам. Жарайсың балам, дұрыс, жақсылық жағын көп ойлауың керек деп. Енді осындай кезде мен өзімнің анашым есіме түседі да. Бұл тәрбиелері өмірімде қаншалықты бір маңызды рол атқарып жатқанын мен күннен күнге тереңдеп түсініп жатырмын да. Мәселен, кішкене кезімізде бір есіме түседі. Бір жолы анам өзі көңілі бос адам, бір туыстарға ренжіп жылап қалды үйде. Сонымен бізде ренждік. Не үшін сені жылатты деп бізде біраз ренждік та. Сол кезде анашым қайтадан көзінің жасын сүртіп, бүгін осылай істеп тұрғанымен балам, ол бізге көп көмектескен, бізге көп істеген жақсылықтар бар, соны ұмытпау керек. Мүмкін бүгін осылай болып қалған шығар деп сөйтіп түсіндірді да, қайтадан тұрып өз жұмысын істей берді. Сол енді бір реткі ғана іс үлкен тәрбие болыпты деп мен ойлаймын. Әзір де сол көп жағдайда біреуге ренжіп қалсам, біреу менің көңілімді ауыртып қойса, сол анашымның сөзі есіме түседі. Өмірдегі жақсылық жақтарды көруге көп тырысам. Сол секілді балаларыңызды солай көп тәрбиелеңіздер. Балаға біздің көмегіміз керек. Бәріміз бірге тырысайық.